30 лет нашей жизни независимости, они показали, что пора уже одуматься и пора уже возвращаться. Вот. Да. Свободная жизнь хорошо, но пора возвращаться домой. Bir internetке видео тарады, көрдіңдер ме? Bir депутат биліктің партиясының лидерлерінің бірі. Россияға барып айтып жатады. Еркіндік жақсы екен, бірақ біз өз-өзімізге қайтпасақ болмайды. Сіздерге қосыла берелі дегенде қылдық. Туғандар, Жусуп Абдрахманов, Баял Исакеев, Қасым Тыныстановтай аталары үздіктігі мемлекетті bir memleketке барып, шайлаудан өтіш үшін соғдала ойып атады. Мекенін, елін, жерін, мына ұшы биліктің партиясының анық жүзі бүгін. Мемлекетті сыйламайды. Қандай адамдар өзінің башын садаға жапқан, 40 жасқа жетпей атылып кеткен Жусуп Абдрахмановтағы, Баял Исакеев, Иманол Айдарбеков, Қасым Тыныстанов, бұлардың бардығы ұшында қарызға батқан мемлекетте жашасын деген емес олар. Мына ошоны бүгін биліктің партиясының лидерлері шетелге шығып алып, biz sizlerге қосылып кетсек жақсы болады эле. Мемлекет қатары еркін егемен мемлекет болбайды екен деген қиытып туғандар. Еркіндігімізді, егемендігімізді ұлытуымызды сатқанға даяр екенде көрсе бұлар. Шайлаудан жеңіс үшін, билікке келіс үшін. Мына ошоға қарсы тұрышымыз керек барымыз. Biz бұларды егемендіктің барқын түсінмесе, еркіндіктің бағасын түсінмесе, жолын берішіміз керек. Жолын беріп билікті де бұларды тізгіндеп тұрышымыз керек. Керек болған уағы келеді, кескілелешіміз керек. Орынларды бізге ергелешіміз керек. Мына сондай парламент керек әзір. Мына сондай команда Атамекенде ғана. Бұларың бар болып шетелге барып, чоғылы адат, бүжірі адат. Сіздерге қосылсақ жақсы болады деп. Bir өлкені, бүтіндей ұлытты, қаншалаған аталарымыздың қаны жаны кеткен. Мына сондай адамдар, құрман болған адамдарға. Бұлар танып айтты бұлар, туғандар. Ишенсеңер, мен шегім бар ұшылардың. Қасым Тыныстанов кім, Жусуп Абдрахманов кім болған десең, білмейді әзір. Мемлекеттің қарызы қанша десең білмейді. Қашан төлейіз, қаншып төлейіз десең білмейді. Мына осындай адамдар билікке келіп жауышып атышады. Ошондуктан урматтуу туғандар, бұлардың барын жібітіп, чап, құлатып, шайлау жолыменен Атамекенге жардам бергіле. Сіздер bir адам 20-да оша аласыңар бе? Аракет қылып көрмейсің оны бізге жардам беріп. Тауып бере аласыңар бе? Туғандар, жаңағы билікпенен контрабандисттердің, байлардың, биліктегілердің партиясына қаршы Атамекенге ушул жерде тұрған 200 адам 20-дан киши тартып берсеңер, Қырғызстанның қайсы бурчуы болсын. Туғаныңар болу, досыңар, класташыңар болу. Мына ушинтип сүйлөшөлү. Ошондо результатка жетебиз биз. 20 адам алып аласыңар ба? Болот. Чечилге да өзү алып аласыз. Мен 5 кишини салдырам. Ама бул реально айтты мына. Кээ бирөө барсам менде 500 деп коет, ошол 500 болушу калат. 5 эле киши. 5 киши. Бирок дагы катуу аракет кылсаңызчы. Анда 50 болуп калат. Амына. Шептикке 50 чыкты мына.